сәлеметсіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Қане қыздар, бүгін қандай күн? 20 қаңтар. Жақсы. Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі, жақсы. Қыс мезгілі. Енді балалар, біз бүгінгі сабақты бастамас бұрын өткен тақырыбымызды бір қайталап жіберейік. Алдымен біз ең бірінші біздер білетініміз шеберханадағы қауіпсіздік ережелер жайлы. Осыны бір қайталап жіберейік. Шеберханада қандай ережелерді біз сақтауымыз керек? Орнымыздан тұрып жауап берейік. Шеберханада қайшының ұшымен бермей, салмен беру керек. Жалпы шеберханадағы ереже жайлы айталар. Шеберханаға апайдың рұқсатынсыз кіруге болмайды. Апайдың рұқсатымен ғана кіру керек. Дұрыс. Және де апайдың рұқсатынсыз терезені ашуға болмайды. Апайдың рұқсатымен ғана ашу керек. Жақсы, ода арқарта. Айта бер. Жалғастырып айт. Апайдың рұқсатынсыз ешқандай заттарға түсуге болмайды. Арнайы жұмыс киімін кию керек. Арнайы жұмыс киімін кию керек. Машинкамен жұмыс істеген кезде ережені біліп, дұрыс сақталу керек. Жақсы. Дұрыс жұмыс істеу керек. Мына жерде тігіншінің жаттығулары деген бар. Мына жерде жазылып тұр. Бірінші, жіпті өлшейміз. Қолымызды созымыз. Тұрып жасайық. Қолымызды созамыз. Жіпті өлшейміз. Қайшымен қиямыз. Қайшы ұқсап қиямыз. Қолымызды кішкене қимылдатайық. Инеге жіп өткіземіз. Инеге жіпті өткіземіз. Қолымызды кішкене бүйтіп. Қолымызбен кішкене бұлай қимыл жасайық. Тігеміз. Қалай тігеді екенбіз? Қалай тігіледі? Бұлай, инемен бұлай бүйтіп алынады екен. Жәгі иненің жүру жолын қолымызбен көрсетейік. Содан кейін қолымызды жоғары көтеріп, терең дем аламыз. Жақсы отырамыз. Бізде бүгін жаңа сабақ. Ішінде жастықтың тісін тігеміз. Алдымен біз төсек орынның қандай жабдықтары бар екен? Төсек орынның жабдықтары көрпе тысы, жастық тысы, жайма. Жақсы. Енді біз осы көрпе осылардың ішінде біз жастық тысын таңдап алып отырмыз. Жастық тысына алдымен біз матаны таңдап аламыз. Матаны таңдап аламыз. Ол қандай болу керек екен? Жалпы төсек орынға қажетті мата Мақта мата болу керек. Мақта мата болу керек. Дұрыс айтасыңдар. Мақта мата. Өйткені ол ауа өткізгіш және жұмсақ және терге, денеге батып кетпеу үшін жұмсақ болу керек. Жақсы. Енді осы матаны біз таңдап алдық. Енді біз өлшемін аламыз. Жастықтың өлшемі. Мысалы үшін 70-70 өлшемдегі жастық тысы, мына сияқты. Осындай жастық тысын тігеміз. Бұл жастық тысы және бұл қақпақты жастық тысы. Мынау ішінде қақпағы бөлек. Ішіне қарай қайырылған. Сіздер ұстап көрулеріңіз болады. Енді осыған қажетті нені біз өлшеп алып қойдық. Енді осы бойынша біз қазір біз сармандық жұмысымызды жүргіземіз. Алдымен мынаның қандай бөліктері бар? Қандай жақтары бар екен? Тіліктері. Жоғарғы тілік, астыңғы тілік, төменгі тілік деп айтамыз. Төменгі тілік бар. Содан кейін сосын бүйір. Мынаны қандай тілік? Бүйір тілік деп айтамыз. Ең алдымен біз жоғарғы және мына төменгі тіліктерді өңдейді екенбіз. Қандай
деуші едік? Колтекспен. Машинкамен орындаймыз ғой, бірден орындаймыз. Алдымен біз көктеп аламыз, жарайды, қол тігіспен дұрыс. Одан кейін біз машинкамен жүргізген кезде қандай тігіс қолданамыз? Бақ. Жоқ. Үстіңгісі. Ең алдымен астыңғы жерін сабақтаймыз, е? Астыңгісін тексеріп алайық. Жіптар екен? Қайтадан аламыз. Мынаны көтеріп қоямыз. Жібі бар ма екен? Жауып қой, өзі қазір сыртынан үстіңгі жіппен тартып аламыз. Төртте тұр, ортада тұр, үште тұр, е, жақсы. Табанын көтеріп қойып. Кәнекей, мынау төртте тұр керек. Мынаны көтереміз. Мына жер беріп тұр. Міне көріп алайық. Былайынан қойдық, е? Енді мынаны мына жағына беттестіреміз. Былай беттестіреміз. Осылай оң жағынан, е? Матанның оң жағынан. Әдетте теріс жағынан тігеді ғой. Біз бірінші оң жағынан тігеміз, өйткені біз екі тігіспен тігеміз. Мықты болу үшін. Енді мына бүйір тіліктерін бір тігіп аламыз. Е? Кәдімгі мына бүйір тіліктерін 1 сантиметрден аспайтындай қылып тігіп аламыз. Жақсы ма? Мына осылай мынау астында қалады. Мынау күйік. Біз ол сабақтаймыз. Осыдан сабақтайық енді. Жалпақтатпа, іңкәр. Кішкене ұзағырақ жүрсінші. Қысып кет қалма. Мына жақсыздыққа қарама сен. Мынаның жанына қара. Е? Қысып кет баратын тағы. Мына суреттің сызығына ілеспе. Мына шеткі тілікке ілес. Ал. Енді екеуін біріктіреміз. Ұстап отырамыз бұл жерде. Жақсы. Қиғаш кетті. Шені алдыңғы инеңді түсіріп ал. Жүрейді.
сонда істеп шашақ шығып тұрсын. Апай, бекіту тігісін түзесем Тігесің бе? бе? Апай, Мына жерге кішкене бар. Мына су енді келесі. Келесі жағында сен кішкене қайшыны бері ал. Мына жерде не артық бар е? Осы артықты мынаны бетімен тегістеп қиып алып тастауға болады. Ал қыздар енді мынаның біз мына екі жақ бүйірін оң жақ бетінен тіктік не? Енді біз бұны қайтеміз? Аударамыз. Аударамыз. Жақсы. Аударамыз. Аударамыз қане. Мына аударғанда мына бұрышы нақты шығып тұру керек, не? Иә. Аудар. Содан кейін оны біз қайтеміз? Өткіземіз. Үтіктейміз. Дейміз. Қырын шығарып отырып үтіктейміз. Мынау ішіндегі жаңағы бүктегеніміз мына ішінде тұр, мына жерде тұр ба? Соған кішкене сәл артықтау қыламыз. Сен артқа қарай кетіп қалдың, алдыға қайтпадың ғой. Болды, жарайды енді. Енді өте жақсы деген баға қоямын дейді. Жақсы. Адинамыз өте жақсы деген баға алды. Келесі іңкәріміздің жұмысын кім бағалайды екен? Адина. Ал Адина бағалап жібереді. Процесс жоқ сияқты. Жақсы істелінген. Өте жақсы деген Өте жақсы. баға қоясың, е? Иә. Жақсы, рахмет қыздар. Міне, сендер міне жастықтысын тігіп болдық, е? Өте тамаша бәрінде. Ал енді қай өздерің айтыңыз, ұнады ма сендерге бүгінгі сабақ? Иә. Иә, не үйрендік? Жастықтысын тігуді үйрендік. Енді келешекте керек болады. Жақсы, өздерің болашақта өздеріңе тігіп алатындай жағдайға жеттік, е? Жақсы. Енді бала мына тігін машинамызды орнын жұмыс орнымызды жинастырайық. Тігін машиналарын істен суырып, жұмыстан ретімен қойып